Армысыз қазақ елі. Астанаға келдік. Есіл полициясына аудандық. Қазір құдай болса 11:30-да кіреміз. 3 сағат күтеміз. Қандай жала жабады, қандай күш көрсетеді. 3 сағатта шыға қоймаса, онда халқым түсінесіз қаншалықты жала болғанын. Мен ақиқат үшін жүрген адаммын. Дегенмен бір Алла, бір әруақ қолдасын. Не айтамыз? 3 сағаттан кейін шығармай жатса халқым, мен көтеріліске шық деп айтпаймын, көтеріліс жаса деп айтпаймын, бірақ сол жала жапқандардың Құдай ұрпағын көзінің алдында алсын. Егер мен өтірік айтып тұрсам, менің көзімнің алдында алсын. Қандай да жаланы жапқан, болмаса біреу шен өскісі атса, сол шенді алған күн ертеңінде өзін түрмеге жапсын деп айтқаннан басқа ештеңе айта алмаймыз. Және халқым 3 сағаттан арға шықпай жатса, егер ақиқатты іздесеңдер, мен айтқан қарғысқа бәріңіз қосылады деп ойлаймын. Құдай атсын. Бар болыңыздар.